жолда тегінен арасында айтып тұрса. Мына енді бұндай жерге тегіннен ағайын туыс келмейді ғой енді. Танымайтын адам бұндай жерге. Бұл Атыраудан, Қазақстанның батысынан тегіннен былай біз танымайтын жерге келмейміз ғой. Ең басты себеп ауылдарыңызда айымдай гүл өсірген екенсіздер. Сол гүлдеріңіз бой жеткен екен. Біздің ауылда бек керектей азамат ер жеткен екен. Сол жасына табысып, танысқан екен. Арты махаббатқа айналып, мынау бүгінгі күні сол балдардың аманатын арқалап, мынау оңтүстіктің астанамыз Алматы шаһарына, Дулат ауылына сол балдардың аманат артын арқалап келіп жатқан жағдайымыз бар. Рұқсат етсеңіздер, мына енді жаңа аса өте дұрыс айтты, біздің қазақ халқы салт дәстүрден аттамаған халықпыз. Иә, сол енді сіздермен танысайық, жақындасайық, рұқсат етсеңіздер ағайын болайық. Үлкендер батасын берсе, Құда деген статусқа ие болайық деп келіп жатқан жағдайымыз бар. Енді үлкен басыңыз кішірейтіп, сіздердің алдыңызда. Қарлығашқан ат қарағым, еркелеп өскен маралым, жат жұрты қалқам өзіңсің, еншісі екі араның, жат жұрты қалқам өзіңсің, еншісі екі араның. Қошаман қалқам қошаман, қайтемін көңіл босаған, тең болсын аттар босаған сырғалы. Қорғандай өзің, тең болсын аттар босаған сыр. Ал құрметті қонақтар, танысқанымызға қуаныштымыз. Осындай таныстықтың арты жақсы жаңалыққа толы болып жатыр. Біздің ескі жылға өкпеміз жоқ. Жақсы жаңалықпен аяқталып жатыр. Бұйырса алдағы жылымыз осындай той қуанышпен басталсын деймін. Қолың құтты болсын. Айымның қадамы оң болсын. Әмин. Алтыннан сырға тағайын, алтындай таза болсын деп, инабатты ибалы әулетке келін болсын деп, оң қолымен тағайын, өзіме жақын болсын деп, елінің еркелігін жақтаулысы, әкесі мен анасының мақтаулысы, біздің елге жар алыпсың, қайнымның сүйген жары таңдаулысы. Көздеріңнен қобалжып көріп тұрмын, келінім алтындай деп сеніп тұрмын. Дәрежем бір сатыға көтеріліп, сырғаңды салуға мен келіп тұрмын. Өмірі ақ